Сәлем достар, сіздермен бірге Байкал Voyage. Біз Изюмо қаласындағы саяхатымыз әлі де жалғасуда. Изюмо қаласының жаңағыдай өте танымал бір тамағын жеп көрмек ойымыз бар. Иә, сол жапондық досымыздан ол қандай тамақ деп сұрағанда, ол соба деп жауап берді. Сондықтан қазір соба жейтін бір жер іздеп жүрміз. Оның айтуы бойынша осы келе жатқан көшеміз толған соба дәмханалары екен. Қазір енді көреміз қайсысына кіретініміз. Ал достар, біз соба дәмханасына келдік. Мынандай екі түрлі соба алдық. Біреуі қарапайым соба, ал екіншісі осы Изюмоның өзінің ерекше бір собасының түрі. Негізі соба дегеніміз басқа мемлекеттерде жоқ деп ойлаймын. Жапонияда ғана бар. Гречкадан, қарақұмықтан жасалған лапша болып табылады. Өте дәмді және денсаулыққа өте пайдалы.